Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен бірге кино шолу арнасы. Бүгін мен сіздерге «Чокнутый профессор» атты комедия жанрындағы фильмді талдайтын боламын. Привет, жирный шкаф. Үлкен денелі адам жұмысқа жиналып жатып, гимнастика жаттығу туралы кассета қарайды. Біздің басты кейіпкеріміздің есімі Шерман Кламп. Оның ең үлкен қиындығы оның артық салмағында. Сонымен қатар ол баспалдақпен көтерілгенде қатты терлеп қиналып кетеді. Мұнымен қоймай өзінің дәу денесімен кнопкаға тиіп кетіп, колледждегі тышқандар шоуын жасады. Тышқандардан қашып кете алмаған тек профессордың сүйікті тышқаны. Ол қаша алмады, себебі ол өте семіз. Шерман денедегі майды тез кетіретін препараттармен жұмыс жасауда. Тышқандар шоуына байланысты Ричмонд профессорды шақырады. Себебі олар тышқанды жұтып қоя жаздаған сенімді инвесторларынан айырылды. Демек, колледждің барлық демеушілерде жоқ деген сөз. Енді Шерман колледжге $10 миллион беруге тиісті. Әңгіме барысында Ричмонд өзінің кафесіне тышқанның нәжілісі түсіп кеткенін байқамай қалады. Ал содан соң кеміршектің өзі де ыдысқа түсіп кетеді. Сабақ уақытында Шерман оқушыларға өте маңызды теңдеуді түсіндіріп жатады. Алайда үлкен ішімен жазғанның бәрін өшіріп алады. Оқушылар оны шындап қабылдамай, барлығы кетіп қалады. Бұл дегеніміз Шерманның сникерс жеп, көңіл көтеретін уақыты келді. Сыныпқа жаңа химия мұғалімі кіргенде, профессор оны қолайсыз түрде қабылдады. Ол профессордың ең үлкен жанкүйері, сол себептен ғана оған амандасу үшін әдейі келді. Шерман өзінің үлкен отбасымен кешкі ас ішуде. Айтпақшы, қазіргі дастарханда отырған кейіпкерлердің барлығы бір адам ойнап шыққан. Әрине, кішкентай баладан басқа. Дастархан асқа толы. Әкесі отбасында арықтап жатқандарды әңгімелейді. Сондай-ақ ол Шерман өмір бойы семіз болып өтеді дейді. Профессор тақырыпты ауыстырғысы келді, бірақ әкесі оны тез мазақ қылды. Кто тут упоминает мое имя? Я его упоминаю. Я могу вот так хоть весь вечер. Ну вот и мало. Балақайда жел шығарамын деп тамаққа қақалып қалды. Әкесі де тұрып, киімін ауыстырып келуге кетіп қалды. Шерман туыстармен жақсы қарым-қатынаста бола алмағанына қынжылды. Оны тек анасы ғана жұбатып қолдайды. Шерман сұлу мұғалімнің мекен-жайын біліп алды. Сол мекен-жайға барып, ол кездесуге қызды шақырды. Қуанышқа орай қыз келіседі. Үйге қуанышты күйде келіп, теледидар алдында ұйықтап қалады. Ол түс көреді. Онда жағажайда химия мұғалімі екеуі сүйісіп жатады. Бірақ Шерман өзінің салмағымен қызды құмға батырып жібереді. Ол шошып оянып кетіп, теледидардағы адамның дауысын естиді. Ондағы адам профессорға ендігі бәрін қолға алу керек дейді. Шерман келесі күннен бастап жақсылап шыныға бастайды. Және біраз уақыттан кейін нәтижеге жетеді. Профессор серігі екеуі студенттер арасындағы танымал клубқа барады. Өз орнына әрең жеткен ол орындыққа жайғасады. Кеш керемет болды, бірақ бір кезде сахнаға дөрекі Реджи шығады. Реджи көрермендердің бет-әлпетін мазақ қылады. Шерман күлемін деп өзіне көңіл аударып алады. Енді Реджи оны осы кештің ең күлкілі адамы ретінде таныстырды. Әрі оның артық салмағы туралы әзілде айтып үлгерді. Шыққан соң Карла әріптесін жұбатуға тырысты. Үйге келген профессор көңіл күйін көптеген тәттілермен көтереді. Ол тағы да түс көреді. Түсінде Шерман ғимаратпен бірдей күйге жетеді. Ол Карланың үйіне барып, ондағы тауық етін жейді. Ал ол жел шығарғанда қалада дауыл басталып, артынан мегаполистегі жарылысқа алып келеді. Оянған ол әрекет етудің уақыты келгенін түсінеді. Ол түнде зертханада өте көп дозалы дәрі қабылдайды. Оны ішкеннен кейін есінен танып, көз алдымызда арықтай бастайды. Есін жиған ол өзін айнадан көріп қатты қуанады. Енді ол кез келген киімді киіп, еркін жаттығу жасай алады. Кейін зертханаға Клара келіп, Шерманды іздейді. Профессор оған өзінің Шерманның әріптесімін деп таныстырады. Ол қызбен қалжыңдасып, оған жақсы сөздер айта бастады. Арықтықпен қосқанда оған сенімділік те келді. Қыздың иығынан ұстағанда, ол өзінің қолы үлкейіп кеткенін көреді. Дәріні тағы да қабылдау керек екенін түсініп, Клараны шығарып жібереді. Қайта өз қалпына келген ол сабаққа кіреді. Студенттердің арасында декан да болды. Кейін Клара Шерманнан Бадимен кездесуге баруға рұқсат сұрайды. Ол әрине де қарсы болмады. Бірақ жігіт бір сағатқа кешігіп келіп, онымен қоймай қыз келісу үшін адамдар алдында көрініс қояды. Почему? Кешкі аста сахнаға Реджи шығады. Шерманның кек алатын кезі келгендей, ол әншінің үлкен тістерін күлкі етеді. Әрі оның семіз анасы туралы әзілде қосады. Твоя мамаша такая толстая, что упав в большой каньон, застряла в нем. Мұндайға үйреніспеген Реджи Бадиді орнына қоймақшы.
бірақ Бадди оны оңайлықпен жеңіп тастайды. Қуанышты Бадди Клараны сүйеді, алайда аяқ асты оны денесі үлкейіп, дауысы өзгереді. Ол шошып кетіп тез кетіп қалады. Клуб басшысы Шерманды бірнәрсе ұрлап кетті деп ойлап, артынан қуып оның көлігіне отырып алады. Жолда ол қатты үлкейіп көлікке сыймай қалады. Оны шығару үшін арнайы көмекке жүгінуге тура келді. Сабаққа кешігіп келген ол деканды көреді. Декан оның колледждің ақшасына қымбат киім мен көлік алғанын біліп қояды. Бұл сұрақтан Шерман колледж үшін маңызды адам онымен кездескісі келді деп құтылып кетеді. Зертханашы тәжірибе нәтижесіне таңғалды. Бірақ ол Шерманға мұны қолдануға болмайды. Оның денсаулығына бұл кері әсер етеді дейді. Сосын Шерман Клараны көріп, одан Бадди үшін кешірім сұрайды және оны отбасымен кешкі асқа шақырады. Әдеттегідей дастархан өте көп мөлшердегі тағамдарға толады. Шерманның ағасы қонаққа ерекше қарауда. Әжесі Шерманның әлі күнге дейін қызбен кездеспегенін айтады. Ал әкесі әдеттегідей дастархан үстінде жел шығарады. Алайда Клараның ойыннан Бадди кетпей қойды. Ал Шерман болса оған тек дос. Профессор оны іздестіремін деп уәде береді. Ол бірден зертханаға келіп, дәрі қабылдайды. Оны тоқтатпақ болған жігітті қамап кетіп қалады. Ал Клараға кешірім хатпен өте үлкен әрі көп гүлдерді салып жібереді. Және ол дәл осы түрімен Хармон Халифпен кездеспекші. Клара мен Бадди кешкі асқа келеді. Ол жерде Хармон Шерманның кешігіп жатқандығын айтады. Сонда Клара Шерманның орнына Баддиді қабылдауын айтады. Бадди ондағы адамдардың артық салмағын әңгімелеп, ал арықтарға керемет екенін айтады. Оның бұл сөздері Хармонға ұнағанымен Клараға ұнамады. Себебі ол әлгі қыздарды әдемі деп айтты. Клара кеткен соң Бадди 3 қызбен көңіл көтереді. Таңертең төсекте қыздармен оянған ол өзінің қайта семіріп кеткенін көреді. Дәл осы кезде оған кешірім сұрау үшін Клара келеді. Бірақ Шерман мен 3 қызды көріп ашуланып кетіп қалады. Кейін Шерман өзінің жұмыстан шығарылғанын, ал оның зертханасы Баддиге тиесілі екенін біледі. Үйге келген ол Баддидің қалдырған видеосын көреді. Ол семізге әрдайым дәріні қабылдау керек деп күледі. Себебі семіз Шерман ешкімге керек емес. Бұл Шерманды ашуландырып, ол колледж бітірушілердің кешіне барады. Кешке ол ата-анасында шақырады. Зертханада Шерман тағы дәрі жасап қабылдайды. Ол енді бұл дәріні үлкен мөлшерде ішсе, өмір бойы арық болып қалатынын біледі. Я сбросил 300 фунтов за 30 секунд. Арықтаған ол профессорды бір ұрып кешке барады. Онда ол өзінің әдеттегідей өте дөрекі ұстайды. Оянған профессор дәрінің Шерманның өмірін қауіпті болып кеткенін компьютерден біледі. Ол сахнада дәрінің қалай көмектесетінін көрсетіп, және мәңгі бақи арықтап мұны аяқтағысы келеді. Алайда оны тоқтатуға келген профессор тағы да таяқ жеп алады. Дәріні ішкен ол біртүрлі бола бастайды. Оның екі жағы, яғни Шерман мен Бадди күресе бастайды. Соңында Шерман жеңіп қайта өз денесіне оралады. Бәрінен кешірім сұрап, сыртқа шығып кетеді. Оны Карла қуып жетіп, кездесуге шақырады. Костюмын ауыстырып, ол қызбен билей бастайды. Ал Хармон колледжге жәрдемші болуға келіседі. Себебі оған Шерманның жұмысы өте қатты ұнады. Осымен фильм аяқталды, достар. Ұнаса, лайкты аямай басып кетіңіздер. Сіздермен болған киношолу арнасы. Келесіде кездескенше.